саламатсыздар ма? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы стиль түрлері, стильдердің қолдану аясы. Жалпы стиль дегеніміз сөйлеушінің, жазушының белгілі бір тақырыпқа қатысты сөз саптауы. Бізде стильдің 5 түрі бар: ауызекі сөйлеу стилі, ғылыми стиль, ресми іс-қағаздар стилі, публицистикалық стиль, көркем әдебиет стилі. Осы стильдердің өзіне тән ерекшеліктері бар және де қолдану аясы бар. Мысалы, ғылыми стильді ғылыми еңбектерде, ғылыми баяндамаларда, лекцияларда, ғылыми оқулықтарда қолданылады. Ресми іс-қағаздар стилін іс-қағаздарда, нұсқаулықтар мен кеңес құжаттарында қолданылады. Публицистикалық стиль газет-журналдарда, жиналыстар мен митингілерде, сөздерде қолданылады. Көркем әдебиет стилі көркем әдеби шығармаларда қолданылады. Ауызекі сөйлеу стилі адамдармен еркін әңгіме кезінде қолданылады. Стиль түрлеріне қатысты мысалдар. Ғылыми стиль мысалға емен ұзақ жылдар бойы өсе береді. Ол 1500 жылға дейін созылады. Жалпы емен жылы сүйкіш ағаштар қатарына жатады. Көркем әдебиет стилі жәкіш қып-қызыл болып кетті. Алғашқындағыдай тұмсығы тершіп қыбжықтай берді. Ресми іс-қағаз стилі өз қалауыммен жұмыстан босатуыңызды сұраймын. Ауызекі сөйлеу стилі кеше сабаққа бардың ба? Үйге қандай тапсырма берді? Ережелерді жаттауға берді. Публицистикалық стиль 9 мамыр жеңіс күні қарсаңында елбасымыздың жарлығымен халқымыздың аяулы ұлы Рахымжан Қошқарбаевқа халық қаһарманы атағы берілді. Семантикалық карта. Мына берілген мысалдарды ауызекі сөйлеу стилі, көркем әдебиет стилі, ресми іс-қағаздар стилі қайсысы екенін ажыратып жазыңыз. Атың кім? Нешінші сыныпта оқисың? Атым Гүлнар, 9 сыныпта оқимын. Бұл қандай стиль? Бірінші мысал, Сапар Айдана 1994 жылы 15 мамырда туған. Қазалы қаласындағы номер 16 мектепте 2001 жылдан бері оқып жүр. Биыл 9 сыныпта бітіреді. Үшінші мысал, күз аспаны кірлеп, мұнартып, алыстағы қарлы биіктердің басына сәлдедей бұлт оралып, томсарып, сұрланып тұр. Дүние иесіз, елсіз, жым-жырт. Мәтін. Мемлекеттігіміздің ең алғашарты белгілерінің бірі Қазақстанның дүниежүзілік қоғамдастыққа толыққанды мүше болып, әлем мемлекеттермен терезесі тең дәрежеде қарым-қатынас орната білуімен байланысты. Еліміздің тұңғыш президенті тәуелсіздігіміз жарияланғаннан кейін бастап осы аса маңызды мәселеге айрықша мән берді. Ол мәртебенің нығая түсуінің жолында аянбай еңбек етіп келе жатқандығы да сол маңыздылықтың өрбіп келеді. Әлемдік дәрежеде өркениетті елдермен үзеңгілесіп, дүниежүзілік қоғамдастықтың белсенді мүшесіне айналып отырғанын әңгіме еттер тұстар кешегі күнімізді еске алғанымыз ләзім. Мемлекетіміз дүниеде болып жатқан құбылыстарға сырттан байқаушы болып, тағдыр не сыйлар екен деп қол қусырып қарап отырған жоқ. Қазақстан әлемге өзінің бейбіт ниеті, өркендеуге, дамуға әзірлігі, тиянақты бағыты, бағдарламасы, бәсекелестікке қабілетті болашағы бар ел екенін көрсетті. Сыртқы саясат мәңгілік ел болуымыздың маңызды тетігі болуымен бірге басты кепілі. Қазақстан президенті өз жолдауларында сыртқы саясатты жаңғыртудың негізгі басымдықтары ретінде аймақтық және ұлттық қауіпсіздікті жан-жақты нығайту, экономикалық және сауда дипломатиясын белсенді дамыту, мәдени, гуманитарлық, ғылыми, білім және басқа да салалардағы халықаралық ынтымақтастықты арттыру мәселесін алға тартып отыр. Осы алға тартып отыруына байланысты еліміздің сыртқы ортамен ынтымақта болуына үндейді. Нұрсұлтан Әбішұлы аз уақытта Қазақстанды тәуелсіз мемлекет етіп қайта құрды. Біріккен ұлттар ұйымы дүниежүзі сауда ұйымының қатарына қосты. Мемлекеттің ресми астанасын көшіріп, Сарыарқадан жаңа тұрпатты қала тұрғызды. Семей атом полигонын жауып, халықаралық қауымдастықты Қазақстаннан үлгі алуға шақырды. Әлемдік аренадан өзіндік орын алуымызға себеп болды. Бейбіт те баянды өмір жан-жағымыздағы көршілес елдердің де тыныштығын тікелей байланысты. Еліміз Ирактағы бітімгерлік миссиясына белсенді қатысып, Ауғанстанға көмек көрсетті және Иранның ядролық бағдарламасы төңірегіндегі проблемаларды шешуге ықпал етті. Сондай-ақ Біріккен ұлттар ұйымының шеңберінде Нью-Йоркте және Астанада бейбітшілікті қолдау және терроризмге қарсылық форумдары өтті. Тәуелсіздіктің ширек ғасырында Қазақстан бейбітшіліктің кепіліне, бітімгершіліктің көпіріне айналды. Енді осы оқылған мәтін бойынша жұмыс жасайық.
Бірінші мәтінді оқып баяндаңыз. Екінші мәтіннің түрін, стилін табыңыз. Үшінші мәтін негізінде 5 сұрақ қарастырыңыз. Келесі тапсырма жақшадағы сөз тіркесінің қазақша баламасын көрсетіңіз. Бесінші тапсырма. Келесі шылау сөздерді тиісті орынға қойыңыздар. Байланысты туралы сәйкес бойынша. Күн тәртібіндегі мәселе. Баяндама жасады. Президент жарлығына мемлекеттік бағдарламаға қолданылып жүрген заңдарға. Заң қабылданды. Денсаулығына жұмысқа шыға алмады. Іс-сапарға болуына мәдени шараларға қатыспады. Парламент шешімі баспасөз беттерімен танысамыз. 6-шы тапсырма. Берілген жай сөйлемдерден шылау арқылы құрмалас сөйлем жасаңыз. Арман жұмаға дейін жылдық есепті бітірмеді. Компьютер істемеді. Екінші сөйлем. Халықаралық конференцияның материалын бейсенбіде баспаға тапсырмадық. Материал толық жинақталмады. Үшінші сөйлем. Сәрсенбіден бастап халықаралық симпозиумға қатыспады. Жұмыс бабымен аяқ астынан іс-сапарға кетті. Төртінші. Әлия Оразбайқызы дүйсенбіде түске дейін шетелдік әріптестермен кездеспеді. Олар кешікті. Бүгінгі сабағымыз осы. Назарларыңызға рахмет.